Сәлем достар! Біз бүгін Жамбыл облысы Отар ауылындамыз. Және де бұл біздің кішігірім отбасылық влогымыз. Қазақстандықтардың көбісі Отар ауылын Отар станциясы арқылы таниды. Отар ауылын көбіне кішкентай ауыл деп айтқанымен, ірі мектеп, спорт кешені, балабақша, емхана бәрі бар. Негізінен біз әскери қалашықтан Отар ауылына тек азық-түлік алуға және де асханаға тамақ ішуге келеміз. Осы жолы біз ерекше себеппен келдік. Осы Отар ауылында жаңадан тіс емханасы ашылды дегенді ести сала, және де мықты емдейді дегенді ести сала, отбасымызбен тісімізді емдетуге келдік. Және де кіре сала біз өте жақсы жағынан таңғалдық. Себебі ауылда орналасқан тіс емханасы деген аты болмаса, дизайны, атмосферасы, ішкі құрылыс жұмыстары бәрі тап-тұйнақтай аппақ, әдемі, ірі қалалардан кем түспейді. Видеода тісін емдетіп жатқан ол менің жолдасым. 4 тісін емдетіп, тазалау жасатып, витамин алды. Оның бәріне 36 000 теңге кетті. Ал өзімнің бір ғана тісімді емдеттім. Оған 6 000 теңге еміне және де 1000 теңге рентгенге кетті. Солай 43 000 теңгеге жолдасым да мен де тістерімізді түгелімен емдеп алдық. Бұл жерде біздің қызымыз бізбен бірге ілесіп жүр, себебі садик жоқ. Күту бөлмесі бәрінен де біздің қызымызға ұнады. Үлкен теледидардан мультфильмдер көріп, қуанып отыр. Бұл біздің қызымыз Айбеке. 2 жас 6 айында бірінші рет балабақшаға баруы. Негізі қызым осы кезде жақсы көңіл күйде болды. Себебі қыдыруға бара жатырмыз деп ойлады. Бірақ адаптация кезеңі негізінен 14 күндей болды. Бірінші апта жарты күнге қалдырып жүрдік. Жылап барып, жылап қайтып жүрді. Келесі апта тек барғанда жылады. Және де кейіннен уже үйреніп кетті. Бірақ менің түсінгенім, бала 1 айда толықтай адаптациядан өтіп, балабақшаға үйренеді екен. Қазір бізде міне тура 1 ай болды қызымның балабақшаға барып жүргеніне. Өзі қуана-қуана киініп, аяқ киімін ауыстырып тобына кіріп кетеді. Үйге қайтар кезде де аяқ киімін ауыстырып, бәріне сау бол деп қолын бұлғап, содан кейін қуана-қуана шығып үйге қайтады. Адаптация кезеңі негізінен балаға ғана ауыр емес, ата-анаға да ауыр екен. Себебі мен қызым жылағанда мен де қосылып жыладым. Және де үй бір сәтте тыншып қалғанға бір түрлі болып, уайымдап та қалдық. Және де күйеуім де хабарласа берді. Қыз қалай, не істеп жатыр, апардың ба, алып келдің бе деп. Ол кісі де уайымдады. Және де менің ақылым балаларын балабақшаға беріп жатқан ата-анаға, бірінші балабақшаға беруден бұрын өзіңізді де, баланы да 1-2 сағатқа бөлек тастап үйрену керек. Бір-біріңізді солай үйрету керексіздер. Сонда балабақшаға баруы ешқандай проблемасыз, ешқандай жылаусыз, ешқандай психологиялық қиындықсыз өтеді. Той қазақтың қазынасы демекші. Біз отбасымызбен тойға барғанды да, той бергенді де өте қатты жақсы көреміз. Және де жиған тергеніміз тек жақсы күндерде тойда шашылсын деп тілейміз. Жолдасымның досының қуанышын бөлісуге келдік. Керемет ән де айтылды, би де биленді, тілектердің түр-түрі айтылды, және де күшті отырыстардың бірі болды. Әскери қызметшілердің жұмысы оңай емес, олар еліміздің түкпір-түкпірінде жүреді, және де кез келген жиын тойларын өз туыстарының арасында өткізе алмайды. Көбіне осылай достарының және де жұмыстастарының арасында өткізеді. Осылай біздің күйеулеріміздің жұмысы таныс емес адамдарды бір-біріне дос та, туыс та, жақында қылады. Видеоның соңында елімізге қызмет етіп жүрген бүкіл мемлекеттік қызметкерлердің бәріне ізгі тілекпен алғысымды білдіргім келіп отыр.
Себебі еліміз үшін, жеріміз үшін істеп жүрген әрбір адал еңбегіңіз ол біз үшін елеулі және де бағалы. Соның ішінде әскери қызметкерлерге айтарым, сіздердің жұмыстарыңыз қиын. Кейде еңбектеріңіз еленбей қалуы мүмкін. Тікелей алғыс ала алмай қалуларыңыз мүмкін. Бірақ осы еліміздегі бейбіт заманда тыныш ұйықтаған әрбір бүлдіршіннің ұйқысы ол сіздердің арқаларыңыз, сіздердің еңбектеріңіз деп білемін. Сіздердің қызметтеріңіздің ең жоғарғы бағасы ол осы бейбітшілік, осы бүлдіршіндердің тыныш ұйқысы және де бүкіл халқымыздың сіздерге деген алғысы. Қазақ халқым ел үшін туады деп бекер айтпаған. Сондықтан да өз қызметтеріңізде табандылық танытыңыздар, төзімділік танытыңыздар. Күш пен жігер, қайрат тек сіздердің жолдастарыңыз болсын. Бауыржандай атамыздың ұрпағы, қазіргі ғасырдың батырлары сіздерсіздер. Осы сөздерді ешқашан ұмытпаңыздар.